оқушылар. Мен Мұнарал орта мектебінің 11 сынып бөлім оқушысы Оспанғали Анайла Алмасқызы. Менің отаным, менің бастамам атты облыстық шығармашылық байқауға қатысқалы отырмын. Мен таңдаған тақырып Қазақстанның 100 жаңа есімі. Ал ендеше бастайық. 100 жаңа есім тақырыбында менің ауылымнан да осы кісілер енгізілген болатын. Солармен таныстырып өтсем: Картай Умарұлы, Манабаева Камшат Сыздықова, Қалқаман Жүнісбекұлы, Нұрланбекова Кенжекүл Нұрланбекқызы, Паралиев Орақ. Осы кезекте мен таңдаған кейіпкер Манабаева Камшат Сыздықова. Манабаева Камшат Сыздықованың жеке өміріне тоқталып өтетін болсақ, бұл кісі Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мұнарал ауылында 1943 жылы 25 шілдеде дүниеге келген болатын. Бұл кісінің өмірбаяны өте қызықты. Балалық шағы да қызықты өткен деп ойлаймын. Бұл кісінің отбасында бір ұл, бір қыз. Яғни бұл кісі үйдің кенжесі болған. Өзінің отбасының мақтанышы, мектебінің үздігі болған. Бірақ кейін осы кісінің әкесі қайтыс болғаннан кейін Камшат апамызға өзінің ағасы тіреуші, жолдаушы болып, өзінің бар махаббатын мүлдем аямаған. Кейін 60 жылдары бұл кісі медколледжге оқуға түсіп, фельдшер мамандығын жақсы оқыған болатын. 62 жылы өз саласын үздік аяқтап, 65 жылы осы Мұнарал ауылында жұмысқа келеді. 65 жылы бұл кісі өзін сүйіп қосылған жарына тұрмысқа шыққаннан кейін осы кісілердің отбасында 4 қыз, 1 ұл дүниеге келген болады. Аяулы ана, сүйікті жар болған кісінің Камшат апамыздың еңбегі әрбір Мұнарал халқының жүрегінде деп ойлаймын. Менің жобам Қазақстанның 100 жаңа есімі 2 тараудан тұрады. Бірінші тарау Қазақстанның 100 жаңа есімі туралы ақпараттарды беру, екінші тарау менің зерттеген Қазақстанның 100 жаңа есім жобасын ұсынған кейіпкерім жайлы. Жобаның мақсатына тоқталып өтсек. Жобаның басты мақсаты тәуелсіздік дәуірінде еліміздің көркеюіне үлес қолайықты, жерлестеріміздің көпшілікке таныту асқан, ұлтымыздың алтын қорына енуге болып табылады. Жоба 3 міндетті орындауға бағытталған. Бірінші міндеті өздерінің ақылымен, еңбегімен және дарынымен қазіргі Қазақстанда жасап жатқан адамдарды түстеп көрсету. Екінші міндеті танымал замандастарымызға ақпаратты қолдау көрсететін және елге әйгілейтін жаңа мультимедиалық алаң құру. Үшінші міндеті тек ұлттық деңгейдегі ғана емес, өңірлік деңгейдегі 100 жаңа есім жобаларын жасау. 100 жаңа есім жобасының жеңімпаздарының тізімін айтып өтсем. Біріншісі бизнес, екіншісі қоғам, үшіншісі мәдениет, төртіншісі ғылым, бесіншісі спорт, алтыншысы медицина. Манабаева Камшат Сыздыққызының өмір тарихына тоқталып өтсек. Манабаева Камшат Сыздыққызы 1943 жылы 25 шілдеде Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мұнарал ауылында дүниеге келген. Балалық шағы осы Мұнарал ауылында өткен. Ата-анасының қасында балалық шағы тәтті болған. Отбасында 1 ұл, 1 қыз еді. Ата-анасының мақтанышы болған. Әкесі өмірден өткеннен кейін отбасында қамқоршы тіреу болып ағасын тәрбиеледі. 1960 жылы Мұнарал ауылының 10 жылдық мектебінің алғашқы түлегі болған. Мектепті үздік бітірді. 1960 жылы Қарағанды облысы Балқаш қаласында детский отделение мамандығына түсіп, 1962 жылы оқуды аяқтаған. Оқу орнында үздік аяқтаған. 1965 жылы Мұнарал ауылына, яғни өз ауылының азаматына тұрмысқа шығады. Тұрмыс құрғаннан кейін отбасыларына 4 қыз, 1 ұл дүниеге келді. Отбасында аяулы жар, ардақты ана атанды. Әрине, отбасы жағдайында қиыншылықтар мен қуаныштары қатар жүрсе де, барлығына төтеп берген ана. Балаларының және отбасының қатар ала жүріп, қызмет жасаған. Бұл да бір ерлік деп санаймын.